Сәлем достар. Қазір мен ұйқымнан тұрып, мен таңғы ас ішіп отырмын. Қазір сағат 7-ден 11 кетті. Мен үйден шығып, мектепке жақындап қалдым. Достар, мен қазір үйге қайтып бара жатырмын. Түскі асымды ішіп алып, біраздан соң біз сабақ орындайтын боламыз. Осыны барсақ, мен яғни қазір мен осылай киініп алғым, мектепке баратын боламыз. Бүгінгі менің образым. Бізде қазір биология, ТЖБ жазып қоядан. Анамда сырғасын. Достар, мынау маған анамның берген 8 мартқа деген сыйлығы. Қазір ашып көрсетемін. Осындай крем. Міне, осындай қолға арналған крем. Және достар, бізде 8 март болмай жатып сыйлықтар берілу басталып кетті. Және де мен мектепте осындай шоколад алған болатынмын. Және біз апаға, үйге апа келген болатын, оған осындай тәттіні бердік. Пахлава, сондай. Сәлем достар, бүгін 8 наурыз, халықаралық әйелдер мерекесі. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Аналарды көріп отқан қыздарды. Қазір ұйқымнан тұрып, таңғы асымды ішіп, бүгін бізде сыныптастарымыз жасаған кішігірім отырыс. Жиналыс деп айтсам болады, отырыс деп айтсам. Жиналыс болады сыныптастармен бірге. Мен бүгін соған баратын боламын. Мен кеше ештеңе пісіріп үлгере алмадым. Дайын нәрсе сатып аламын деген ойдан қазір мен магазинге бару керекпін. Менімен бірге болыңыздар, бүгін өте қызықты сәттер көп болады. Достар, мен қазір көшеде кетіп бара жатырмын. Алмамды алдым. Жаңағы жиналатын жерге баратын боламыз. Қолымда. Дала бүгін бізде өте жаңбырлы болып тұр. Dostlar, biz қазір манты түйіп жатырмыз. Бүгінгі отырыс өте жақсы көңіл-күйде өтті. Барлық сыныптастарыма, жақындарыма рахмет айтамын. 8 наурыз мерекесімен тағы да баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, маған әрдайым қолдау көрсетіңіздер.